Сәлем достар, менің есімім Айдана, мен Асентьяров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің студенті, врач-интерн, мамандығым акушер-гинеколог. Осы каналда әйелдер денсаулығы және жалпы медицинаға қатысты өзекті тақырыптар мен сұрақтарға жауап беретін боламын. Бүгінгі біздің алғашқы тақырыбымыз қыз-келіншектерді жиі мазалайтын және де гинеколог қарауында жиі кездесетін шағымдардың бірі выделение жайлы болмақ. Осы видеода выделениеға қатысты негізгі 3 сұраққа жауап беретін боламын. Алғашқы сұрағымыз: қалыпты жағдайда выделение бола ма, жоқ па? Әрине, қалыпты жағдайда выделение болады. Біздің көз жасымыз, ауыз қуысындағы сілекей тәрізді қынаптың қалыпты қызметі мен ол жерден құрғап кетпеу үшін әрдайым ол жерден сұйықтықтар бөлініп отырады. Ол сұйықтықтар сіздің гормоналды фоныңыз бен этекер циклыңызға тікелей тәуелді болып келеді. Егер сіздің этекер циклыңыз тұрақты түрде ай сайын келетін болса, онда этекер циклының алғашқы апталарында бөлінетін сұйықтықтардың түсі мөлдір, консистенциясы бойынша сұйық, мөлшері бойынша 1-2 сантиметрге дейін иіссіз болса, этекер циклының ортасы, яғни овуляцияға сәйкес түсі бойынша ақтан сарғышқа, консистенциясы бойынша желім тәрізді, яғни жұмыртқаға ұқсас келеді. Ал этекер циклының соңғы апталарында түсі бойынша ақтан ақшыл сарғышқа, консистенциясы бойынша қоймалжың, кейде 1-2 миллиметрге дейін түйіршіктер түрінде кездессе, мөлшері бойынша 1-5 сантиметрге дейін иіссіз немесе кейде қышқыл иіске ие болуы мүмкін. Бірақ бұл қатып қалған норма емес, себебі әрбір әйелдің организмі ерекше болғандықтан ол өзгеріп отыруы мүмкін. Ол өзгерістерге сіздің өмір салтыңыз, яғни жүктілік, емізу, овуляция, қолданып жатқан препараттарыңыз, яғни антибактериалды, гормоналды препараттар және де гигиенаны сақтауыңызға байланысты осы бөлінетін сұйықтықтар да өзгеріп отыруы мүмкін. Қорыта айтқанымызда, егер 6 параметр бойынша сіздің бөлінетін сұйықтықтар келетін болса, онда біз қалыпты деп айтамыз. Ол параметрлер: біріншіден, түсі бойынша мөлдір, ақшыл сары. Екіншіден, мөлшері бойынша күніне 1-4 миллилитрге дейін, яғни 1-5 сантиметрге дейін. Үшінші, консистенциясы бойынша сұйық, клей тәрізді, одан кейін қоймалжың болып келсе. Төртіншіден, сізге ешқандай дискомфорт, яғни ыңғайсыздық сезімін тудырмауы қажет, яғни ашу, құшу, ауру сезімі болмау қажет. Бесіншіден, иіссіз немесе этекер циклының екінші аптасына қарай ол қышқыл иіске ие болуы мүмкін. Алтыншыдан, біркелкі кейде 1-2 миллиметрге дейін түйіршік түрінде кездесуі мүмкін. Осы 6 параметр сізде болатын болса, яғни осындай выделениелер келетін болса, ол қалыпты деп саналады. Келесі екінші біздің сұрағымыз осы видеоның: қай кезде, яғни қандай выделение кезінде біз дәрігерге қаралуымыз қажет? Жоғарыда айтып өткен 6 көрсеткіштің біреуі өзгеретін болса, түсі, иісі деген сияқты, онда міндетті түрде дәрігерге қаралуымыз қажет. Мысалы ретінде айтатын болсақ, түсіне келетін болсақ, егер түсі жасыл, қоңыр, шоколад тәрізді кейде кездеседі, ақ түс болатын болса. Екіншіден, иісі бойынша кейбір науқастар жағымсыз иістер шығады дейді. Мысалға шіріген балықтың иісі деген сияқты. Үшіншіден, консистенциясы бойынша ірімшік тәрізді, көпіршікті болып келетін болса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралуыңыз қажет. Себебі бұндай выделениелер көбінесе осы әйел жыныс ағзаларына суық тиген кезде, одан кейін жатыр қосалқылары, қынап, сыртқы жыныс ағзаларының кисталары, эндометриоз, бактериалды вагиноз, кандидоз тәрізді аты да заты да жаман аурулар кезінде жиі кездеседі. Және де айта кететін бір жағдай, осы статистика бойынша әйел ауруларының ішінде жиі кездесетін, яғни 60-65% жағдайда құрайтын ол қабыну аурулары, яғни қарапайым тілмен айтсақ, суық тию кезінде осы выделение шағымдардың ішінде ең бірінші орынға шығады. Осыны ескере отырып, дер кезінде дәрігерге қаралуларыңыз қажет.
Келесі үшінші сұрағымыз осы видеоның ол өз бетіңізбен выделение кезінде ем жүргізуге бола ма? Еш уақытта, еш қашанда өз беттеріңізбен ем қабылдамаңыздар. Себебі өз беттеріңізбен ем қабылдасаңыздар, кей кезде болады таныстарыңыздың халық емі бойынша ем жүргізу арқылы сіздегі бар ауруды созылмалы ағымға өткізу арқылы сіз өмір бақи осы аурумен мәжбүрсіз түрде дос болуыңызға тура келеді. Екіншіден, сіз осы аурудың түрін өзгерте отырып, дәрігердің жұмысына кедергі қиындық тудырасыз. Себебі сізге нақты диагноз ем тағайындауда біз қателікке ұшырауымыз мүмкін. Сондықтан өз бетіңізше ем қабылдамауға тырысыңыз. Осы видео соңында сіздерге берер бірнеше кеңесім бар. Ең біріншіден, жылына бір рет, ең аз дегенде, ең кем дегенде гинеколог қабылдауында болуларыңыз қажет. Екіншіден, гигиена, яғни бет күтімін қалай жасасаңыздар, жыныс ағзаларыңыз да сондай күтімді қажет етеді. Үшіншіден, өмір салты. Сіздің ішкен тамағыңыз, киген киіміңіз, жүріс-тұрысыңыздың барлығы денсаулығыңызға тікелей әсерін тигізеді. Ал сіздің денсаулығыңыз болашақ ұрпақтың денсаулығы. Достар, сіздерге арналған сыйымыз бар. Ол сыйдың иегері атану үшін осы видеоның астына өздеріңізді мазалап жүрген денсаулыққа қатысты кез келген сұрақты қойсаңыздар болады. Ең көп лайк жинаған және де ең креативный, ең күшті сұраққа біз келесі видеода жауап береміз, әрі сол кісіге сұрақ иесіне арнайы сыйлығымызды табыс етеміз. Егер осы видеода берілген ақпарат сіздерге ұнаса, онда лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және де менің каналыма қосылыңыздар, яғни тіркеліңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.